Сәлем достар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтымен танысатын боламыз. Яғни Pinduoduo сайтына кірген кезде осы бет шығады, яғни бұл главный экраны, главный беті. Мына жерде домик тұр ғой, осы главный беті. Одан кейін мына төбеде тұрған жылжыту арқылы сіздер кез келген товарды заказ бере аласыздар. Мысалға алып қарасақ, мына детский кірсем мен, мысалға маған мына двойканың бағасын білгім келіп тұр. Қызылды басасыздар, түсін таңдайсыздар, размерін таңдайсыздар. Сол кезде сіздерге бағасын шығарып береді. Міне 28-де 5 деп тұр. 28-де 5. 28-де 5, яғни 1855 теңге. Голға юань теңге деп жазсаңыздар, бағасын шығарып береді осылай. Одан кейін сіздер мына төбеде тұр ғой, бірінші бетте. Мына жер поисковик. Осы поисковикке қытайша жазу арқылы Google переводчикқа салып, осы жерден іздесеңіздер де болады. Одан кейін мына жерде фотоның суретін мына шығарып берді. Мына үшіншісін бассаңыздар, бағасы бойынша шығарып береді. Міне мысалға, мына сумканы 18 адам алыпты, мына жерде 21 адам. Осылай бағасын біле бересіздер. Келесі, мынау тікелей эфир екінші тұрған телевизордың. Бұл жерде қытайлар көрдіңіздер ғой, прямой эфирге кіріп отырады осылай. Прямой эфирде әр магазин өзінің товарларын осылай онлайн сатады. 8 деп тұрған бұл жерде акционный товарлар. Акционный товарлар салады бұл жерде. Акциямен ала аласыздар. Келесі, мынау бұл чат. Яғни бұл жерде сіз тікелей магазин продавецтермен сөйлесе аласыз. Салмағын сұрайсыз, размерін сұрасаңыз болады. Келесі, бұл біздің главный жұмыс жасайтын кабинетіміз десек те болады. Бұл жерде яғни карго енгізесіз, геолокацияға, мына ол геолокация, мынандай геолокацияға. Сосын мына жерде избранныйға жиналған товарларын сұрайды. Мысалы, мына жерден таңдап заказ бере берсеңіз болады, кез келген затты. Избранныйға ұнаған заттарыңызды жүрекше басып қойсаңыз, избранныйға жиналады. Одан кейін мынау бірінші тұрған кошелек. Бұл жерде сіз әлі оплата жасалмаған товарлар тұрады. Сіз егер оплата жасасаңыз, ол мынау екіншіге өтеді. Ол екіншіге 5-10 минут тұрғаннан кейін сразу сағатқа өтеді. Сағатта, яғни сіздің заттарыңыз жиналып жатыр деген сөз. Ол жерде 1 күн тұра ма, 2 күн тұра ма, ол әр кезде әрқалай. Егер де сізге ол товар ұнамай қалатын болса, сіз осы сағатта тұрған кезде ғана возврат жасай аласыз. Егер де ол грузовикке өтіп кететін болса, сіз возврат жасай алмайсыз. Одан кейін грузовикке артылып сіздің товарыңыз сол магазиннен сіз тіркелген каргоға жетеді. Сол каргоға жеткен кезде мына жұлдызшаға жанады. Одан кейін сіздерден ол магазин отзыв сұрайды, яғни сіз отзыв жазсаңыз да жазбасаңыз да болады. Одан кейін сіз тіркелген каргоның адресінен біздің Қазақстанға жіберіледі.